Фариза Оңғарсынова, жетімхана. Сәбилер үйі толы бар асылға, кілем бе, күйсандық па, ағашың ба. Ылғи бір шытынбайтын жылы жүздер, байлық та, мейірім де бәрі осында. Қыз бала ойнап тұрды алаңдамай, сәбиге қадалмайды жанар қалай. Даладан кіріп келген мені көріп, кілт тұрды, ұмтылды да маған қарай. Құшағын ашатындай айқара кеп, ұмтылып, тоқтап қалды қайта кенет. Білмеймін, дәметті ме осы кісі, құлыным деген сөзді айтама деп. Лас деп ұрсана басы қолың, сәбиге ашуы да асыл оның. Жүректің бар жылуын саусағына жиып ап, кім өреді шашын оның. Айналып айға теңеп, күнге теңеп, тұра ғой, киіне ғой, жүр көкелеп, жайраңдап жанына ертіп, ертең оны мектепке апарады кім жетелеп. Кейбіреу құм шашқанмен елге, тілге, сүйкімсіз сәби болмас жер бетінде. Булығып мен өзімде тұрып қаппын, білмеймін, ол жетім бе, мен жетім бе. Қадірлем, қазақ деген құндағыма, ұрпаққа ұлдамыра, қыздамыра, лақтырған өзін күлге солай елдің, татымай тұрғанымай тырнағына. Білмейді ол ана тілін, әкесінде, адам ба, әке әлде зат есім бе. Көрмеген еш қайсысын қайдан қалай қалып жүр папа деген ат есінде. Жарқ етіп, анам бір күн келеме деп, қойттай қыз бір үмітке сене дерек. Балаңа бер алмаған жан жылуың дүниеде кімге керек, неге керек? Шаршадым, шалқып айтар жырым қалмай, қаншама қайшылықтар ғұмырда алай. 5 жасар бүлдіршін қыз жетімхана, ішінде шыбын тайып жығылғандай.